Ауғанның отты жалына бүгін кеңес әскерінің шектеулі бөлігі Ауғанстан аумағынан шығарылған күн. Аталған тарихи күнге 33 жыл толуына орай Келес ауданы Абай ауылында ардагерлеріміз үшін түрлі шаралар ұйымдастырылды. Нақтырақ алдағы бейнесюжетте. Ауған соғысы құрбандарын еске алуға арналған жиынға аудан әкімінің қатысуымен соғыс ардагерлері және интернационалист жауынгерлер жиналды. Жалпы ауған жеріндегі әскери қақтығысқа 22 мың қазақстандық қатысып, олардың 761-і жат жерде опат болған. Келес ауданы бойынша 77 жауынгер соғысқа қатысып, 5 ардагеріміз ерлікпен қаза тапты. Аталмыш шараның мән-маңызы жоғары екенін аудан әкімі Ахмет Еспаев айтып өтті. Бүгінгі 15 ақпан кеңес үкімет әскерлерінің ауған жерінен шығарылған күніне 33 жыл толып отыр. Біз Нұр Отан партиясының арнайы бағдарламасына сәйкес ауған соғыс ардагерлерін арнайы жинап, осы жерде еске алу және қазір іс-шарамыз бар, марапаттау, тілегіміз, ниетіміз білдіру мақсатында бүгін жинап отырмыз. Аудандық бюджеттен арнайы бөлінген жыл сайын бір реттік жәрдемақы бар. Ауғанстаннан әскерлердің шығуына 30 жыл толуына орай 30 мың теңгеге дейін көтергенбіз. Ол бір реттік жәрдемақы жыл сайын төлейді. Жастарымызға мен тілейтін, Қазақстанның енді жаңа Қазақстан құру жолында қазір көптеген іс-шаралар атқарылды. Сол Қазақстанның өсіп өркендеуіне өзінің үлестерін қосу ол әрбір азаматтың міндеті болу керек. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұндай соғыс, ондай қиыншылықтан кейін болмасын деп тілеймін. Түркістан облысы Ауғанстан және жер-жердегі соғыс ардагерлер одағының төрағасы және Нұр Отан партиясы Келес аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ахмет Жұмабеков өз сұхбатын ауған соғыс құрбандарына арналған өлең жолдарынан бастады. Келес Сарағаштық Мамыр Тарақтылымыздың тамаша өлеңі бар. Боздақтар кім соғыстан қайтпағандар, еліне кеберлігін айтпағандар, бұғау салып қаншама қинаса да, өз отанын, өз елін сатпағандар. Біз ауған соғысының ардагерлері қаза болған ардагерлерді ешқашан ұмытпаймыз, жүрегімізде мәңгі сақтаймыз. Ауғанстанның барлық қалаларына әскери бөлімшелерін тасып отырдым. Және әскери іс-қимылдарына қатысып, әскери операцияларда әскери шофер болып өзінің қызметін атқарып жүрдім. Әзір қызметім сол келгеннен кейін 85 жылдан бастап Тұрар Рысқұлов мектебінде Тұрар Рысқұлов әскери жетекші болып қызмет етемін. Әзіргі жастарға сәл қарным ашатыны менің мынау әскериден қашу, әскери өздерінен бармау. Олар қорғамағанда кім қорғайды біздің Қазақстанды? Жастардың болашағына өте сенемін. Жастар әзір, мықты, оқыған. Бұрынға салыстырғанда біздің жастарымыз өте мен мықты деп ойлаймын әзір. Жиынға қатысушылар ауған соғысында қаза болған жауынгерлердің рухына құран бағыштап, ардагерлер аллеясында ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойды. Іс-шара Әшірәлі Кенжеев атындағы Келес аудандық мәдениет үйінде жалғасып, мінбегі көтерілген ауған соғысының ардагерлеріне орден медальдар табысталды. Асқар Маденов, Ережеп Тұрғанбайұлы, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.